Сәлем құрметті оқырмандар, каналға тіркеліп отырыңыздар. Арыстан баб және Қожа Ахмет Яссауи. Ан Хазіретіміз салаллаху алейхи уассалам күндердің күнінде Ирак шаһарында асхабтар құрма жеп отырғанда, сол табақтағы бір құрма жарандардың қайсы салса да қолдарынан түсіп кете береді. Бере келші, оны жеп қояйын, деп Ан Хазіреті алып еді. Бисмиллахи деп аузына сала бергенде, бұл шарифтің қолынан домалап түсіп кетіпті. Ан Хазірет таңданып, бұл не ғажайып оқиға деп біраз ойлануда болады. Біраз уақыт өтпей Джабраил алейхиссалам жетіп келеді. Я Мұхаммед, Құдай сізге сәлем айтты. Періштелер де қостап, ишарат үшін білдіруге келдім. Хиджратыңыздан 400 жылдан кейін сенің әулетіңнен бір құл Қожа Ахмет атты ұл дүниеге келеді. Үмбеттеріңе ол басшы болады. Бұл құрманың сіздерге бұйырмай, ауыздарыңа кірмей тұрған себебі сол ерге бұйырған нәсіп еді, дейді. Бұған Ан Хазірет салаллаху алейхи уассалам қайран қалып айтыпты. Я достым Жәбрейл, ол заманға дейін бұл құрма қай жерде тұрып шірімей, сасымай, ескірмей, қалай оған нәсіп болады, дейді. Сонда Жәбрейл алейхиссалам айтты. Сіз ықылас қылып сахабаларыңыздың біріне бұйырыңыз. Бұл аманат құрманы аузына сақтап, Ахмет атты балаға тапсыр деп жүктеңіз. Кімде-кім бұл құрманы аузында сақтаса, оның өмірі ұзақ болады, дейді. Хазіретіміз салаллаху алейхи уассалам олай-бұлай қарап, назары Салман Ал-Фариси ради Аллах анхуға түсіпті. Жан жағын шарлап алып айтыпты. Я Салман Фариси, аузыңды аш, тіліңнің астына, тісіңнің түбіне бұл құрманы аманат сақта. Менің хижратымнан 400 жыл өткеннен кейін таңнан тұрып жолға түс. Күн шығыста Мадина әл-Байза атты шаһар болады. Онда барып, айтпай танып, сұрамай білетін 7 жасар Ахмет атты ер балаға аманатты аузыңнан алып тапсыр. Иншалла, бұл құрма шарапатымен сенің өмірің ұзақ болар, дейді. Құлдық, тақсыр, деп Салман Фариси ради Аллаху анху тұрып, құрманы аузына алып, тіл астына салады. Тағат ғибадатқа беріліп 400 жылды санап өткізгеннен кейін, күн шығыс жаққа бет алып жүріп, айналған қалаға келіп, ешкімге жөнін айтпай қыдырып жүреді. Ол заманда Мадина әл-Байза үлкен қала еді. Бір жағы Алатауға шектелген, екінші жағы Қаратауға аралас еді. Ат бұлағы деген жерлер ат базары еді. Ол шеттен кіріп, ол шеттен шығып, Сайрам суының жағасына келіп, тамаша қылып тұрса, үстінде ақ жейдесі бар 7 жасар бір бала мектептен шығып, қалам алланы төбесіне қойып, бетіне ұстазының орнына қаратып, арқасымен жүріп келе жатыр. Салман әл-Фариси ради Аллаху анхуның жолын тосып, бір көпір үстінде тұрып, әлденені бағып, көзден жасы ағып, ғашық шақпағын шағып тұратын еді. 7 жасар бала, бас көзі ұстазы жақта болса да, көңілі көзі Ираннан хабардар болған көпір үстінде тұрған Зат-и-Шарифке бетін бұрып қарамастан, ассаламу алейкум, Арслан баб, жоғың болса кешікпей тап, дейді.
баланың қылған әрекетіне қайран қалып, иншаллах Саид әлем айтқаны осы болғай деп санамақ үшін балаң атың кім дейді. Атымды не қыласың, аманатым қайда дейді. Балам атың Ахмет екен, ішің тола хикмет екен, аш аузыңды дегенде 7 жасар бала жалт қарап аузын ашқанда Арслан баптың аузындағы құрма ұшып барып баланың аузына кіреді. Бала ұршықтай ширатылып хикмет айта бастайды. Аузынан ақ көбік бұрқырап, көпір астындағы суға ағады. Сол судан ішкен жанның бәрі жазылып, көзі жоқтың көзі ашылады. Әулиелік махаббаты бітіп, аузынан аққан ақ көбік су таусылып, орнына Насра атты зат пайда болды. Содан ол Нұр ата атанды. Сайрамда бар сансыз бап атанғанның мағынасы осы. Отырар деген жер Арслан баптың күмбезі тұрған жер. Сыр суының күн шығыс жағасында мұнда 30 әулиенің шаһары болған. Мынадай хараба ерді Әмір Темірдің көргенінің бай атақты сондай ерді айырды. Бұл күнде шөл болып қалған Әмір Темір арығының орны бар. Ескі арықтардың сусыз болып қалған арналары бар. Малик-и Балқия дейтін түркістандық Абды әл-Халимнің зияраты Арслан баптың күмбезінің оңтүстігінде. Абды әл-Хали ханның зияраты да сонда. Отырарда 30 бап атанған. Халық арасындағы әңгімелер мен тарихи деректерге жүгінсек, Арыстан бап Қожа Ахмет Яссауидің ұстазы деген тұжырым бар. Соның бір айғағындай Арыстан баптың есімі Қожа Ахмет Хикмет атты өлеңдер жинағында бірнеше рет аталады. Ал бұл туралы ел аузындағы аңыз әңгімелер былай өрбиді. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам дүниеден өтерде өзінің дінін ұстаушы, исламға адал берілген мүриттерін жинап, мен көз жұмғасын бірнеше 100 жылдан кейін менің ілімімді жалғастырушы бір әулие дүниеге келеді. Соған менің аманатымды кім сақтап, еш қиянат жасамай жеткізіп береді деп сұраған екен. Сонда топ ішінде тұрған Арыстан бап: уа, аса қадірлі пайғамбарым, егер маған сенсеңіз, аманатыңызды мен жеткізіп берейін депті, басын тағзым етіп. Сол кезде Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Арыстан бапқа бір түйір құрма жемісін беріпті. Осы құрманы Арыстан бап 500 жыл тілінің астына салып, бойы тұмардай сақтаған екен. Бұл екі арада Арыстан бап әбден қартаяды, бірақ аманатты сұрап ешкім келмейді. Содан Арыстан бап бәлкім кездесіп қалармын деген үмітпен ел аралап шығады. Талай-талай елдерді кезіп, жер жаһанды шарлайды. Содан Отырар өлкесіне жеткенде Арыстан баптың жанына бір бала жақындап келіп: ата, менің аманатымды бермейсіз бе дейді. Сол жерде Арыстан бап: қарағым, іздегенім сен едің, міне аманатың деп тілінің астында құрбан алып беріпті. Ал ол бала Қожа Ахмет екен. Пайғамбардың аманатын тапсырған Арыстан бап сол жерде қаза болып, сонда жерленіпті. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам 63 жасында дүниеден өтті. Дүние саларында халықты жинап: мен дүниеден қайтып барамын. Кім менің аманатымды алып ісімді әрі жалғар екен деген. Сол кезде топтан 300 жастағы Арыстан бап Саламани Фарс үн қатады. Ол сол кезге дейін 33 түрлі дінді білген, бірақ тек исламға ғана мойынсұнған адам екен. Арыстан баптың келісімін алған Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Алламен ақылдасуға аттанады.
оның ризашылығын алған соң аманатын Арыстан бапқа тапсырып, болашақ менің бір ізбасарым дүниеге келеді, мына аманат құрманы соған жеткіз депті. Содан 500 жыл өткен соң далада келе жатқан Арыстан бапқа 11 жасар бала жолығып, ақсақал, аманатымды беріңіз дейді. Сол бала Қожа Ахмет Яссауи екен. Бір күні Яссауи шәкірттеріне дәріс беріп отыр еді. Кенеттен көшеде өтіп бара жатқан бір дуананы көріп, ұстаз деп алдынан шығып, қолын беріп амандасты. Сонда шәкірттері, біз мұны әулие деп жүрсек, өзі қайдағы бір дуананы ұстаз деп қолын алып жүр ғой, деген ойға қалады. Мұны сезген Яссауи шәкірттеріне, бұл кісі маған иттің балиғатқа толғанын айыруды үйретіп, біліміме білім қосып еді. Сондықтан мен оны құрметтеп, өзіме ұстаз санаймын деп, шәкірттеріне ұстазды қалай құрметтеу керектігінің үлгісін көрсетеді. Ахмет Яссауидің атағы атырапқа жайылғанда, шәкірттерінің саны 100 мыңға жеткен. Ахмет Яссауиді қызғанғандар да болған, олар жала жаба бастайды. Ахмет Яссауи әзіреттері оларға сабақ беру үшін шәкірттерінен оң қолын әрдайым таза ұстаған қажы атанады. Қажы атаны таңдап, мына құтыны Қорасанға апарып, бәріне көрсетті. Қажы ата айтылған жерге барғанда, барша халықпен бірге жала жабушылар да келеді. Құтыны Қожа Ахмет жібергенін айтып, ашып қалғанда, аппақ мақтаға оранған қып-қызыл шоқты көріп бүкіл халық таңғалады. Жала жапқандар қате әрекет еткендерін түсініп, кешірім сұрайды. Қожа Ахмет Яссауи жас күнін Сайрамда әкесі Ибраимның үйінде өткізді. Ол кезде Түркістан қаласы көтеріліп, Сырдария мен Арқа қазақтары саудамен сонда көп жиналатын. Қожа Ахмет оларға үлгі айту үшін Сайрамнан Түркістанға келеді. Ол кісінің Түркістанға келгенін ескі қазақ тайпалары Қыпшақ, Қоңырат аса жақсы көріп, Арал теңізінің бойындағы ұлыстар оған арнап, құстай ұшатын жүйрік ақ мая әкеліп тартады. Аңыз бойынша, Яссауи таң намазын Түркістанда оқып, ақ маясымен ұшып барып, кешкі намазды Меккеде оқитын болған. Ахметтің есімін естігенде, сырқаты барлар Түркістанға қарай ағылыпты. Әулие олардың кеселдерін жазып жібере беріпті. Оның даңқы шартарапқа таралады. Қожа Ахмет азандағы намазының 2 бас сүндетін Түркістанда, 2 бас парызын Меккеде оқиды екен. Ол әрдайым ақ атына мініп, бұлттың үстімен ұшып баратын көрінеді. Бірде әулиенің ғажайып қасиеттеріне күмәнданған бір жігіт оған келіп, сен әулие емессің, алдаушысың, деп әжуалайды. Қожа Ахмет оның сөзін сабырлы қалпымен тыңдап шығады. Ертең азанда маған кел, екеуміз Меккеге барып намазды сонда оқимыз, деп жауап қатады. Уәде бойынша әлгі жігіт ертеңіне Қожа Ахметке келеді. Кенеттен әппақ қардай ақ атан пайда болып, әулиенің алдына келіп шөгеді. Қожа Ахмет жігітке, артыма мінгес, жол үстінде қашан қонғанша көзіңді ашпа, дейді. Жол үстінде әлгі жігіт шыдамсыздық танытып, айналасына қарамақшы болғанда, сол күйінде жолға құлап түседі. Ол жолбарыс патша ордасының үстіне түскен екен. Патша оны ағашқа байлап өртеп, жіберуге әмір қылады. Енді өлтірмекші болғанда, Меккеден оралып келе жатқан Қожа Ахмет оны ағашымен бірге көтеріп кетеді. Бұл кереметке таңданған жолбарыс патша Қожа Ахметті іздеп келіп, өлгенше қызмет етіп өтіпті. Қазан хан Ахмет Яссауидің жұма намазын оқуға мешітке келмегенін байқап, қожаның ең жақын сырласы Сопы Мұхаммед данышпан Зар-Нухидан хабар беріп жібереді. Ол кезде жұма намазы үшін салауат оқылып жатқан еді. Сопы Мұхаммед жан ұшыра жетіп барып, қорқа-қорқа шайқының алдына
кірген кезде ол: «Ей, Сопы Мұхаммед, кел, маған жабысып ал, бірге жұма намазына жетейік» дейді. Сопы Мұхаммед қожаның әміріне кеткізбейді. Сол-ақ екен, мешіттің ішінде сапқа тұрғандардың арасында тұрғанын көреді. Жұма намаз бітер-бітпес бұл таңғажайып оқиғадан әлі есін жия алмаған Сопы Мұхаммед шайқысын қанша іздесе де таба алмайды. 7 рет мешіттің есігіне барып келеді, бірақ мұнысынан түк те шықпайды. Сөйтсе, мешіттің қызметшісі сырға қанық екен. Сопыға: «Ей дәуіріш, бұл жер Мысыр, ал бұл Жәми, үлкен мешіт, Жәми Әзхар» дейді. Іздеп жүрген досын қаншама заманнан бері жұма намазын осы жерде оқып жүр. Сопы 1 апта сол жерде қалғаннан кейін шайқысын тауып алып, қайтадан көзін ашып жұмғанша қылуетханаға келеді. Қожа, көргендеріңді барып хабарла деп Сопыны жұмсап жібереді. Сопы келеді, басынан өткен кеткендерінің жеке-жеке айтып береді. Бұл уақытта муазиндер, азан оқушылар әлі салауаттарын да бітірмеген болатын. Бұдан кейін Қазан хан мен маңындағылар қожаның ұлылығына көздері жетеді. Қожа Ахмет Яссауи және Әмір Темір. Тарағай би түсінде көзге түрткісіз, белгісіз қап-қараңғы түнде бір жартастың төбесіне шығып тұрады. Сол кезде оған қаз мойын, қамыс құлақ, ақ боз атқа мінген, ақ сәлделі, ақ шапанды, ақ сақалды бір қария келіп: «Тарағай балам, мен Қожа Ахмет Яссауи деген атаң боламын. Әдейі өзіңмен жолыққалы келдім. Мына қылышты қасыңа алшы» деп Тарағай бидің қолына алмастан соғылған қылышты ұсынады. «Ал енді қылышты оңды-солды сілте» дейді қария. Тарағай қылышты оң қолына алып, оңды-солды сілтей бастаған сол-ақ екен, қылыштың жүзінен шыққан от жалынға айланып, бүкіл төңіректі жап-жарық етіп жібереді. Тарағай би оянып кетіп, түсін бір ғұламаға жортады. Әмір Темір жайында әңгіме көп. Соның бірінде ғажайып ерен 40 шілтендер жиналып мәслихат құрғаны, оған Қожа Ахмет Яссауи, Бахауаддин, Жанабы Ғаус қатынасқаны айтылады. Яссауи: «Мен Темірді ұсынамын, ендігі хан Темір болсын» дейді. Сөйтіп, айдалада сиыр бағып жүрген Темір ұшып тұрса, жанағының бәрі түс екен. Бірақ түс болса да, қуанған соншалық сиырын тастап бет алдына жүре береді. Әйтеуір бір кездерде Самарқан шаһарына кіре бергенінде халық алдынан қарсы алып хан көтереді. Сонда ол: «Менің осындай болуыма себепкер Қожа Ахмет Яссауи деген әулие. Сондықтан оның қабірі қай жерде болса да тауып, үстіне әлемде теңдесі жоқ ғимарат салдырамын» деп ант ішіпті. Ғұлама бір кісі түс көріп жатқанда Ахмет Яссауи аян беріпті: «Сенің шәкірттеріңнің ішінде дінді қатты сыйлайтын, әрі келешекте ел билеуші болатын бір бала бар» депті. «Мен оны қалай білемін» дегенде, балалардың бәрін жинап алып, торғайдың балапанын алдыр, оны ешкімге көрсетпей өлтір деп бұйыр, сонда білесің» депті. Ертесіне медресеге келген ұстаз 40 шәкіртін жинап алып, барлығың барып бір-бір шымшықтың балапанын әкеліңдер деп бұйырады. Балалар жүгіріп кетіп, бір кезде бір-бір балапаннан алып келеді. Ұстаз оларға: «Енді осы балапандарды ешкім көрмейтін жерге апарып, бәрін өлтіріп келіңдер» деп бұйырады. Барлығы қайта жүгіріп кетеді де, ешкім көрмеді-ау деген жерге барып, балапандардың мойындарын бұрап жұлып, ұстаздарының айтқанын орындайды. Ішінде бір бала ғана балапанды өлтірмей қайта келеді. «Сен неге өлтірмедің?» деген сұраққа: «Ешкімге көрсетпе дедіңіз ғой. Ешкім көрмегенмен Құдай көріп тұр, өлтіре алмадым» деп жауап беріпті. Сонда ұстаз келешек ел билеушінің осы екенін білген екен. Ұстазы оған ерекше көңіл бөліп жүріпті. Әзіреті Әмір Темір Қызыр алейкум саламмен бірге
Бұқарға баруға ниет қылады. Жолда Түркістанға соғады. Түркістандық Қожа Ахмет Яссауи Әмір Темірдің түсіне кіреді. Ей батыр жігіт, тез арада Бұқарға бар. Иншалла, ол жердегі шахтың өлімі сенің қолыңда. Басынан көп нәрсе өткен болуы керек. Дүйім Бұқар халқы сені күтуде дейді. Әмір Темір бұл түстен кейін оянып кетеді. Аллаға шүкір етеді. Ертесі күні Түркістан әкімі Ноғайбек ханды шақырады. Ахмет Яссауи қабірінің үстіне зәулім сарай салу үшін ақша береді. Түркістан әкімі тамаша зәулім кесене орнатқаны соншалық күні бүгінге дейін сол қалпында тұр. Сау болыңыз оқырман. Каналға тіркеліп қойыңыз.